Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай өте үлпілдек, жұмсақ болып шығатын бисквитті пирог дайындаймыз. Ең алдымен бізге керек заттар: ұн, 4 жұмыртқа, қант және кукурузный крахмал. Алдымен жұмыртқамызды жарып, ақ уызы мен сары уызын бөлек 2 ыдысқа бөліп аламыз. Ақ уызымызды міндетті түрде таза, құрғақ ыдысқа саламыз, қыздар. Мұндағы ақ уызымызды миксерлеген кезде ақ уызымыз біркелкі аппақ масса болып шығу үшін. Енді ақ уызымызды миксерлеп, алдымен миксердің жай жылдамдығынан бастап жәймендеп көбейтіп отырамыз. Осы ақ уызымызға қантымызды салып, қантымызды бөліп қосып миксерлейміз. Шамамен 10-15 минуттай миксерлейміз ақ уызды. Аппақ крем болғандай, ыдысымызды төңкерген кезде ақпайтындай, сондай масса болып шығу керек бізде. Міне қыздар, менде қарасаңыздар, осындай аппақ масса болып шықты. Төңкергенде төгілмей, бір қалыпты ұстап, өзінің формасын ұстап тұрды. Енді осы ақ уызымызға сары уызымызды қосып, лопатканың көмегімен екеуін біркелкі масса бойынша араластырамыз. Қыздар, міндетті түрде массамызды төменнен жоғары қарай араластырамыз. Төменнен жоғары қарай аламыз. Ақ уызымызды басып алмауымыз керек бұл жерде. Миксермен араластыруға болмайды, қыздар. Төменнен жоғары қарай екеуі біріккенше әбден араластырамыз. Енді осыған ұнымызбен кукурузный крахмалымызды қосып, бірге осындай електен өткізіп қосамыз. Енді тағы да қыздар, осы жерде лопаттың көмегімен екі массамыз әбден бір-біріне біріккенше төменнен жоғары қарай алып, жақсылап тұрып араластырамыз. Біркелкі масса шыққанша төменнен жоғары қарай аламыз, қыздар. Міндетті түрде бұл жерде миксерлеуге болмайды. Сіздерде лопатка болмаса, или қасықтың көмегімен істесеңіздер де болады бұл жерде. Міне қыздар, менде осылай болып бірігіп шықты. Енді осындай кольцомызды 16 сантиметрлікке қойып аламыз. Астына фольгамызды төсеп, фольгамызды жиегіне жабыстырамыз. Кольцомыздың жиегіне фольганы жабыстырып, астын осылайына жауып қоямыз. Осы дайын болған кольцомызға тестамызды саламыз. Осылай бетін тегістеп, кольцомызды арлы-берлі қозғап, арасында қалған ауаларын сыртқа шығарып тастаймыз. Осы дайын болған тестамызды 180 градуста қысып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Дайын болған осылай шпажканың көмегімен тексеріп аламыз. Міндетті түрде кішкене суытып барып шешіп алсаңыздар болады. Мен мұнда ыстықтай шешіп алдым. Бұл бисквитті, қыздар, сіздер міндетті түрде тортқа қолдансаңыздар да болады. 3-ке, 4-ке бөліп, 2-ке бөліп қолдансаңыздар да болады. Или былайынша үйде балдармен осылай крем жағып жесеңіздер де өте дәмді болып шығады. Мен үйдегі балдарға істеп беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Өте дәмді.